Сәлем. Көңіл күйің қалай? Керемет шығар, я? Себебі сабақты керемет көңіл күйсіз бастауға болмайды. Оны сендерге бұрыннан бері айтып келе жатырмын. Үнемі чатта да айтам. Үнемі көңіл күйді көтеріп жүреміз деп. Қашан біз көңіл күйіміз жоғары жүрсе, біздің денемізде химиялық процестер жүреді. Үнемі күліп жүрген адамдар, үнемі күліп жүрсеңдер, сендерге өте көп мүмкіндіктер келеді. Кейбіреулер бүйтіп жүреді. Осылай прям қастарын білмеймін қалай өмір сүріп кеткен. Үнемі осылай жүреді, бір қайғы, мұң. Қуансай деп айтса, несіне қуанам, несіне жетсіп қуанам, андай проблема, мындай проблема. Проблемаларын прям саусақпен санайды, саусағы жетпейді до того. Ондай адамдар ешқашан проблемасын шешпейді. Проблема бар ма? Просто күл, просто еңсеңді көтер, көңіл күйіңді көтер. Сосын барып шешімдері саған келе бастайды. Сен былай тұрсаң, саған осындай кезде түнеріп тұрсаң, стресс деп осылай, прям осылай тұрсаң, саған жақсы идеялар келе ма? Келмейді, конечно. Мысалы, қасқыр, алдымызда мысалы жылан шығып қалды дейік. Жылан келе жатыр. Ондай кезде сен отырып, өлең жазасың ба, қасыңда жылан тұр? Конечно, жаза алмайсың. Қандай жағдайда жаза аласың? Тып-тыныш музыка ойнап тұрса, прям рахаттанып, былай жан дүниеңмен өлең жазасың. Міне сондай кезде ғана жақсы, былай айтқанда, жақсы өнер нелер шыға бастайды. Сондықтан да үнемі көңіл күйімізді көтеріп жүруіміз керек. Қашан настроение түсе бастайды, мынада бір жаттығу бар, керемет жаттығу. Жоғары көтереміз, басымыз жоғары көтереміз, қолымыз міне былай тұру, былай, осыны еңсемізді тіктеу үшін мына саусағымызды былай бұрамыз. Артқа қарай, денеміз тіп-тік, қараймызды жоғары қарап күлеміз. Не үшін күліп жатырсың? Мен қазір тірімін, ата-анам бар. Мектепті аяқтадым, немесе мектепте оқып жатырмын. Қанша балалар жүр, мысалы, тамақ тауып жей алмай, тамағым бар. Не үшін қуанасың? Осының барлығын күліп, осылай еңсемізді көтереміз. Әр күні таңертең тұрғанда, ұйқыдан ояндыңдар ма, беттеріңді жумай, дәретханаға бармай, бірден осы жаттығу жасаңдар. Себебі күнді қалай бастайсың, күн солай өтеді. Сондықтан да таңертең тұрған кезде міндетті түрде керемет музыканың қазірінен қоям. Қандай музыка екенін де сендерге көрсетейін. Әр күні таңертең тұрғанда мына музыка болу керек бізде. Сүйгендер жырлайды деген музыка, бұны таңертең күнделікті осы музыкамен оянуымыз керек. Денеміз қозғалу керек, себебі көңіл күй сезу үшін дене қозғалады. Бір саған жан жарым, күн қандай тамаша, шығайық оңаша, ән салып қайтайық, көңіліңіз қаласа. Жақсы ма? Күнделікті таңертең тұрдық, бірден еңсемізді көтеріп күлеміз. Не үшін бақытты екенімізді тізіп санамызды айтып шығамыз. Себебі бақытты болған кезде біздің денемізден өте біздің күнделікті жетістікке жететін белоктарымыз бөлінеді. Сол кезде біз өзімізді бақытты сезінеміз. Қашан біз бақытты сезінсе, көңіл күйіміз керемет жүрсе, біз өнімді жұмыстар жасай аламыз. Жақсы ма? Сондықтан стрессте біреуге ренжіп жүрудің мүлде қажеті жоқ. Тек көңіл күйімізді көтереміз. Көңіл күй көтерілген адам айналаға күліп қарасаң, айналаның барлығы саған күліп қарайды. Яғни қуаныш тудырады, мейірім тудырады. Ашу, ыза, кек тоже тудырады. Біреуге барып осылай қарап тұрсаң, не болды деп, оны да нервы шығып кетеді ғой, мысалы, дұрыс па? Ал егер біреуге тағы күліп барсаң, ол да күледі. Сондықтан да күлкі өмірді ұзартады деген бар, ол шынымен рас. Қандай болады? Мысалы, күлген кезде денеден белоктар бөлінеді, сол арқылы бізді қартаюға қарсы процестер жүреді. Сол арқылы біз көп өмір сүре аламыз. Күліп жүрсек, айналамызда бізге күліп бақытты болып жүреді. Қамшының сабындай қысқа ғана өмір. Осындай терминді естідіңдер ма? Мысалы, менің атам қайтыс болып жатқанда осылай айтқан. Хотя ол 78 жасында қайтыс болды. Сол кезде айтады,
қамшының сабындай қысқа ғана өмір. Мына жерде ашуландым, мынаған недовольный болып өттім, зачем деген сияқты өкініштер болады да. Ертең бізде осындай өкініштер болмас үшін тупо күліп жүруіміз керек. Просто причинасы жоқ, бақытты болуымыз керек. Жақсы, бұны қолданады деген ойдамын. Біздің бүгінгі сабағымыз мидың мүмкіншіліктері жайлы болады. Мидың мүмкіншіліктері шексіз. Мүлде шексіз. Қазір мен сендерге бүкіл әлемдегі шексіз милар, кішкентай балалар қандай жасап жатыр, менің миымның шексіз екенін мен сендерге қалай дәлелдеп беремін, осы туралы айтатын боламыз. Сендерге бүгін тоже ең пайдалы ақпараттарды беремін. Ми туралы, қалай олар жасап жатыр, ми қайтсек дами береді деген сияқты ақпараттарды бөлісетін боламын. Мен өзімнің Инстаграм парақшамда жазып жүремін. Минутына мынанша сөз оқимын, мынанша кітап оқыдым, былай жасадым деп. Сол кезде кейбір позитив, яғни шыбын деген бар. Бүкіл адамдар негізінен өмірге көзқарас бойынша екі типке бөлінеді. Біреу шыбын, екіншісі ара. Бұл біздің шығарып алған терминіміз. Шыбын дегеніміз, шыбын қайда жүреді? Ренжімеңдер, енді ол дәретханасында, қоқыс, сондай жерлерде жүреді. Вообще бір отсталый жақтар ше. Шыбындар үнем сондай жерде жүреді, и олар жаман жерге үйір болады. Ал өмірде сондай адамдар бар. Жақсы айналада керемет заттар тұрса да, барады да бір жаман нүктесін тауып алып, соны жыр етіп айтып жүреді. Екінші типтегі адамдар бар, олар аралар. Керемет үнем гүлдің үстінде, гүлдің балын алып, өздерінен бал шығарып, осылай керемет жүреді да. Сондай адамдар да бар, ара адамдар. Яғни кез келген жерде жақсылық көреді. Жамандық болып тұрса да, ой, елемейді, жақсылық. Кім ұтады енді өмірге қараңдар? Шыбын, ара. Екі түрлі көзқарас. Сен де қазір өзіңнің бойындағы заттарды байқап көр. Шыбынсың ба, арасың ба? Қандай жерлерде шыбын болып жүрсің, қандай жерлерде ара болып жүрсің? Екеуі де өмірге келді, екеуі осы типпен кетті, өмірден өтеді. Қайсысы өкінеді деп ойлайсыңдар? Әрине шыбын адамдар өкінеді. Қысқа ғана өмірде бықсып, анаған көңіл толмай, мынаған көңіл толмай, просто өтіп кетті. Осында екі типі бар. Өздерің бойларыңа қараңдар, өздерің іс-әрекеттеріңді бақылаңдар, қай жерде жамандық көріп тұрсың, қай жерде жақсылық көріп жүрсің. Тек ара болайық, жақсы ма? Әлі өмірлерің алда, қазірден бастап ара болу деген қасиетті өздеріңе қалыптастырсаңдар, ертең мысалы жизнь налаживается деп өмірден рахаттанып өмір сүретін боласыңдар. Сонда екі адамдар маған комментарий жазады Инстаграмда посттарымның астына. Біреулер бықсиды енді. Ой, сонша көп кітап оқып не болды, ерте алжып кетесің ғой. Солай жазады да. Оларға ренжуге болмайды, олар сондай топтағы адамдар, шыбын адамдар, оларға просто біздің жанымыз ашу керек. Абайдың сөзі бар, мазлумға жаның ашысын деген Абайда осындай өлең бар. Олар просто жаратылысы сондай. Ол туралы, басқа адамдарға ренжімеу туралы мен сендерге жеке сабақ дайындадым. Сондай адамдар жазады, ой, минутына мынанша сөз оқисың, мынанша кітап оқисың, ерте қартайып кетесің ғой, ерте алжып кетесің ғой. Ондай түсінік ғылымда мүлде жоқ. Миды қаншалықты дамытамыз, ол соншалықты дамиды. Ол ешқашан мида мынандай коробка бар, осының ішіне ақпараттарды сал, қалғанын қабылдамайды деген сөз емес. Мидың мүмкіндігі шексіз, мүлде шексіз, сендер ойламаған дәрежеде шексіз. Біздің миымызға 6 университеттің білімі кіреді екен. Мысалы, мен Қазуда оқып жүрмін, Қазуда мен филологияда оқимын, қазақ тілі және әдебиет кітаптар оқимыз. Енді Қазудың өзінде неше 21 факультет бар. Физикасы бар, математикасы бар, географиясы бар, неше түрлі білім беріліп жатыр. Ал біздің миымыздың мүмкіндігі Қазақ ұлттық университеті сияқты 6 университеттің білімін миымызға сыйдыра алатын мүмкіндігіміз бар екен. Ойлаңдар енді. Біз кішкентай ғана бір өлеңді жаттай алмай, кішкентай ғана бір кітапты жаттай алмай жүрміз да, оказывается, 6 университеттің білімі миымызға сыяды екен. Плюс 6 түрлі тілді біліп, 6 түрлі тілде еркін сөйлеуге болады екен. Бұны факт түрінде бізге көрсетіп берген Әлихан Бөкейханов атамыз, ол 9 тіл білген. Француз тіліндегі астрономия пән бүкіл материалдарын қазақ тіліне аударған. Ол мүмкін екен. Живой адам өмірден өтті. Живой пример. Үшіншісі,
100 000 энциклопедия миымызға сыяды екен. Энциклопедия деген термин сендерге түсініксіз болуы мүмкін. Себебі сендер қазір мектептесіңдер, біз қазір университеттерден көріп жатырмыз. Энциклопедия том кітаптар. Енді қалыңдығы өтірік айтпасам осындай болатын шығар. Даже бұдан да көп болатын шығар. Осындай кітап, бұл бір томы. Бұл сияқты кітаптардың 20-80 деген томдықтар болады. Мен алғаш рет қазудың кітапханасына кіргенде том-томдан апайларымыз тапсырма берген кезде том кітаптарды көріп, мәссаған, мына жерде мен сабақ оқи аламын ба, мынаның бәрін оқып қашан бітірем деп ойлағам. Ал шындығында апайлар өтірік сабақ береді екен. Сабақ берді, тапсырманы басында ой деп осындай кітаптардың ішінен жазып сөйтіп апарып жүретін. Оказывается, апайлар оны оқымайды екен. Студенттерге тексеріп береді, студенттерді өтірік тексере салады. Сосын менің университеттен мүлде көңілім қалып кетті. Оқым келмей қалды былайша айтқанда. Бізде оған қоса бізде тарихта Александр Македонский деген патша болған, білесіңдер ма? Грекия. Александр Македонский деген патша болған. Ол өзінің бүкіл әскерлерінің есімін жатқа білген екен. Ода 10 000 әскер болған екен. Енді ойлаңдар, 10 000 әскердің атын жатқа білген. Былайша айтқанда, сыныпта бір 40-50 бала отырса, оның қайсысы қандай ат екенін даже көп апайлар біле бермейді. Не деген мүмкіндік. Сосын физикада Никола Тесла деген ғалым бар. Физикада өте керемет еңбек жазып қалдырған. Оны сендер 7-8 сыныптарда физика пәнінен оқисыңдар. Оның үлкен кітапханасы болған. Ол кітапханасының барлығында кітаптарды өзі жазған. Бір күні оның кітапханасы өртеніп кетеді. Кітаптар жоқ, еңбектердің барлығы былайша айтқанда отқа жағылып кетті. Сосын ол сол кітапханасында кітаптардың барлығын есіне түсіріп, оқулықтарды қайтадан басынан жазып шығады. Еңбектері әлі күнге дейін сақталған. Демек, ол кітапханасындағы бүкіл кітаптарды есіне сақтап қалды деген сөз. Максим Горький деген жазушы бар, тануларың мүмкін. Максим Горький скорочтениемен, яғни жылдам оқумен айналысқан, минутына 4000 сөз оқыған. Енді ойлаңдар, 4000 сөз оқыды, күніне кем дегенде бір 2 кітапты аяқтап тастайды. Енді білім деген ол оқыған ақпараттар. Қанша кітапты оқыған, демек қанша кітапты оқысам, оның миы, оның ақылы, оның білімділігі артқан. Білімді адамдар, ақылды адамдар кез келген адамға көмектесе алады ақыл бойынша. Мысалы, құмырсқа жолдан өтіп бара жатса, сендер құмырсқадан ақылдысыңдар ғой, ол суға қарай кетіп бара жатса, мына жақта су бар, былай қарай жүр деп айта аласыңдар ғой. Демек, сендер олардан ақылдысыңдар. Адамдар осылай бөлінеді ақылына байланысты. Енді бұның көп кітап оққандықтан оның ақылы да керемет. Максим Горький біреуге ақыл айту арқылы ақша тапқан. Өз дәуірінде ең керемет бай өмір сүрген жазушылардың бірі болған. Ол кезде жазушыларға ақша төлемеген, бірақ ол ең бай жазушылардың бірі болған. Мидың мүмкіндігі шексіз екенін сендер мына видеоны көру арқылы білсеңдер болады. Бұл Қытайдың баласы. 3 кубик Рубикті ұшып келе жатқанда жинайды. Қараңдаршы, біз қазір 1 кубик Рубикті жинаудың өзіне апай деп мамамызға айтып, мамаларың маған айтып былғып жатырмыз, былайша айтқанда. Қытайдың баласы 3 кубик Рубикті ойнап, былай ұшып жатқанда жинап жатыр. Байқадыңдар ма? Не деген, керемет мүмкіндік, бұл миының мүмкіндігі. Демек, ол оны бірнеше рет қайталады. Керемет, бізде Қазақстанда жылдам оқу бойынша чемпион бар. Азина Манатбекова деген. Оның видеосын мына жерден көрсеңдер болады. Ол минутына 90 000 сөз оқиды. Миының мүмкіндігі бізге қарағанда 3 есе, тіпті қатты жұмыс істейтін шығар. 90 000 сөз оқиды. Удивительные людиға барып, міне бүкіл СНГ-ға танымал болып келді. Егер сендер жылдам оқумен жақсылап айналыссаңдар, Мегажадның атынан біз сендерді удивительные людиға алып барып, бүкіл әлемге таныта аламыз. Тек еңбектену керек. Там было написано, что мраморной плиткой, а в книге написано желтыми кирпичами. В 2016 году я поставила рекорд
94 тысячи слов с пониманием 90%. 94 это за какое время? Ну, за час, за... За минуту. Что? Ал мына қыз мнемоник деп аталады. Мнемоник дегеніміз не көрді, бірден жаттап алады. Варвара Черняк. Привет. Варвара, скажи только Валюся. честно, а ты готовилась сегодня что делать? Демонстрировать чудеса памяти? Да. Правда? Да. Поэтому ты так нарядно оделась. Здорово. Ну, ты готова? Да. Мы рады тебя видеть. Способен ли 6-летний ребенок одновременно выполнить физические и умственные упражнения? Убедить нас в этом попробует Варвара Черняк. Прямо сейчас Варваре Черняк предстоит сыграть в самую большую игру Memory в ее жизни. Да и в нашей с вами тоже. Внимание на трибуну. На ней 36 атлетов. На спине у каждого картина. Все картинки парные. Мы дадим Варе 5 минут, чтобы она попробовала запомнить расположение всех картинок на трибуне. Чтобы усложнить испытание, все эти 5 минут Варя будет выполнять физические упражнения на площадке для воркаута. По истечении заданного времени Варя должна будет назвать расположение всех парных картинок в заданной нами системе координат. По горизонтали буквы, по вертикали цифры. 5Е, 6Е. Варя, а ты хорошо это читаешь? Да. Ну, отлично. Все готовы? Тогда мы начинаем испытание для Варвары Черняк. Итак, первый этап. Начинаем запоминание. Время пошло. Молодец. Угол держит когда? Ого. Она угол держит как долго. И успевает запоминать. Женя, сможешь так? Да. Да. Прошла минута, секунд 40, Варя держит уголок. Осталось 3 минуты. Две минуты осталось. Раз 40 присела. Больше. 45. 53. 53 уже. Александр, а вы сколько приседаете? Раза 2. Легко. 72. Варя, а ты запоминаешь картинки или ты только приседаешь? Вспоминай. Осталась минута. Удивительно. Семь, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время истекло. Варя, ты готова? Да. А ты устала? Совсем нет? Нет. Давай, отгадывай картинки. 1А. И парная к ней. 2D. 1Б. 4В. 1В. 5Е.
1Г. 6А. 1Д. 6D. 6Е. АЕ. Пока ни одной ошибки. 1Е. 5Д. 2А. 5В. 2Б. 6Г. 2В. 3Д. 2Г. 4А. 2Е. 5Г. 3А. 4Е. Все еще безошибочно. 3Б. 3Е. 3В. 6В. 3Г. 5А. 4Б. Так, боксер. 6Б, кажется. Или 6Д. 4Д. А, 4Д. 4Г. 6Б. 5Б. 6Д. Все. Потрясающе. Варвара Черняк. Варя, это аплодисменты тебе. Керемет, иә? Қай адамдардың артқы суреттері бірде соны бірге бір тауып берді. Миының мүмкіндігі шексіз. Жақсы, енді сендер ойланып тұрған шығарсыңдар. Ой, Айнұр апай бізге жан жақтағы балаларды көрсетті, неге өзінің басымен дәлелдемейді деген сияқты. Мидың мүмкіндігі шексіз екенін мен кеш білдім. Біреулерге қарағанда ерте білдім, бірақ сендерге қарағанда кеш білдім. Сендерге повезло. Мен Махамбеттің мына кітабын жатқа білем. Бұл кітапта 380 бет бар. Оның ішінде 110 өлең бар. Махамбеттің кітабына кез келген жерді ашып сұрасам, мен ары қарай жалғастырып кете берем. Бұл да менің ми мүмкіндігімді шексіз пайдалануымды көрсетеді. Ол үшін қазір мына видеоны көріп алыңдар. Мына Махамбет Өтемісұлының кітабы. Осының кез келген бетінен ашып айтасыңдар, мына өлеңді оқып берші деп. Ішінде 123 өлең бар. 123 өлең бар. Ішінен 3-4-еуін білмеймін. Тура тиген, әкеш, тез. Ішінен 3-4-еуін білмеймін, қалғандарын барлығын жатқа білем, кез келген жерінен сұрайсыздар. Мына кітапты ал, ұста. Молодец. Өлеңдер деген бетін ашып, Кез келген өлеңдер деген. мазмұнынан көрсеңіз де болады. Өлеңдерден кез келген бетін ашты, атын айт. Мен тауда ойнаған қарт марал. Хат оқиды молдалар, қаламмен тартқан сиядан. Екі кісі тең барса, оңдай төре береді, ақылға жетік би адам. Мен тауда ойнаған қарт марал, табаным тасқа таяр деп, сақсынып шыққан қиядан. Дұрыс па? Бер, кітап бер. Давай, айтпесе. Хан Жаңгірге айтып бер. Хан емессің, қасқырсың, хас албасты басқырсың, достарың келіп табалап, дұшпаның сені басқұрсын. Хан емессің, ылаңсың, қарашбар жылансың, хан емессің, аяnsың, айыр құйрық шаяnsың. Тағы қайсы өлеңді айт. Сәбит Мұқановтың Жорықтың ақыны дейді. Жоқ, ол өлең емес қой. Жақсы. Тарланым, таудан мұнартып ұшқан тарланым, саған ұсынсам қолым жетер ме? Арызым айтсам өтер ме?
арыстаным көп болды-ау, сағанда менің арманым, кер миығым, кербезім, керіскедей шандозым, құландай ащы дауыстым, құлжадай айбар мүйіздім, садағына сар жебені салдырған, садағының кірісін сары алтынға малдырған, тереңнен көзін ойдырған, сұр жебелі оғына тауықтың жүнін қойдырған. Толар сақтан саз кешіп. Толар сақтан саз кешіп, талмай тартып шығарға, қас үліктен туған қатепті, қаранар керек біздің бүйткен бұл іске. Қабырғасын қаусатып, бір-бірін деп сөксе де, қабағын шытпас ер керек біздің бүйткен бұл іске. Маң-маң басқан саратан, маңғыстап шығар өріске. Бұрынғыдай қарыштап, қона алмадық қонысқа, келе алмадық келіске. Жақсы. Мұнар күн. Мұнар күн. Осы мұнар күнмен тоқтасын. Мұнар да мұнар, мұнар күн, бұлттан шыққан шұбар күн, буыршын мұзға тайырған күн, буратанға шөккен күн, бұлықсып жүрген мырзадан бұрынғы дәулет қашқан күн, қатарланған қаранар арқанын қиып алған күн, алма мойын аруды ат көтіне салған күн, бұландай ерді кескен күн, буылы теңді шешкен күн. Айтып айтпай немене, Исатайдан айрылып, қайранда болған мұнар күн. Орайда борай қар жауса. Орайда борай қар жауса, қалыңға боран борарма, қаптай соққан боранда, қаптамай еген тоңарма, туырлығы жоқтыл үйге, ту байласаң тұрарма, ту түбінен тұлпар жығылса, шаппаған нәмәрт оңарма, қарындастың қам үшін, қатын менен бал үшін, қайрылмай кеткен жігіттің өзін кәпір алғанын талам деп айтсақ болар ма? Асқар, асқар, асқар тау, асқар тауда со бүркіт, ылдидың аңын шалар ма? Асқар таудың басына лашын, сұңқар, жүн төксе, далада қалған сүйек деп, шеніне қарға жолар ма? Сәлем, менің атым Байдат Айша, жасым 10-да. Осы мега жадық курсына наурыз айының басында бастап қатыстым. Және де осы курсқа 2 айдай қатыстым. Басында 65-170 сөз оқып жүрдім. Ал қазір 1 минутта 40 мың, 45 мың сөзге дейін жеткізе аламын. Жақсы. Қалай? Жақсы өлең оқиды ма екен? Бұның барлығы тек еңбектенгеннен есте сақтау қабілетімді арттырып, өлең жаттағандықтан. Бұл мүмкіндік сендерде де бар. Енді бұл адамдар, мен, Кубин жинап жатқан жаңағы бала, 90 мың сөз оқитын Адина, олардың барлығы осылай болып туылған жоқ. Олар үйренді, еңбектенді, бірнеше рет қайталады, алдына мақсат қойды, мақсаттарына жетті. Кез келген адамның осындай мүмкіндігі бар. Тек жалқаулығымыздың кесірінен біз оны жасай алмай жатамыз. Сондықтан да бүгіннен бастап тек нақты мақсат қоямыз, соған қарай жүреміз. Жақсы ма? Армандарыңды жазыңдар, бірақ армандар өте шала, шикі. Ол жерде алға мақсат қою, 100 арман мақсат дегендер болған жоқ. Қашан сендер өздеріңді жандыратын арман тауып аласыңдар, ешқашан жалқаулыққа берілмейсіңдер. Жақсы ма? Миымыздың шексіз мүмкіндігін пайдаланайық. Олар армандарын былай жазыпты: боксер болсам, Геннадий Головкин сияқты болсам. Енді қараңдар, өмір деген, жалпы қазіргі айналаға қарасаңдар, тек білімді адамдар ғана жақсы өмір сүреді. Енді спортшыларды былайша айтқанда жамандаған, оларға кері байланыс неткенім емес, бірақ боксер болып күресіп не керек бар, мен түсінбеймін. Біреуді ұру арқылы оның миы шайқалады. Ол да өзің сияқты бір ананың тәрбиелеп отырған баласы. Не үшін? Ақша үшін. Спортпен айналысу керек, бірақ удар беретін, бір зақым алатын, біреуге удар беретіндер емес. Мысалы, сендер қазір балалар білу мүмкін, мысалы, бокста төбелескен кезде міндетті түрде агрессия тұрады. Осыны жеңсем, осыны қазір жығып құлатсам, қатты ұрады. Ол мидың ішінде сотрясение болып жатыр. Сотрясение болса, ми дұрыс жұмыс жасамайды. Сондықтан да сендер арман мақсаттарыңды
анадан чемпион болам, былай күресем, бой без правил деп айтпаңдар. Тек ғылым, білім. Біз саналы адамдарды қалыптастыруымыз керек. Саналы адам деген кім? Ешкімге жамандық жасамайды, өзіне де жамандық жасамайды. Өзіне жамандық жасамау деген қалай? Темекі шекпейді, есірткі қолданбайды, біреуді жамандамайды, өсек айтпайды, тек білім. Яғни миын ғана жетілдіреді, миын жетілдіру арқылы өзін дамытады. Спортпен айналысу керек, күнделікті жүгіру бар, жүзу бар, жеңіл атлетика. Осындай ешкімге зиянсыз, денсаулығымызға пайдалы болатын, миымызға пайдалы болатын спорт түрлерімен айналысуымыз керек. Егер арман мақсаттарыңда бокс, бой без правил, таэквондо дегендер болатын болса, енді өздерің ойланарсыңдар. Бірақ болашақ тек мимен жұмыс істеген, креативі мықты, логикасы мықты адамдардың қолында. Сонымен бүгінгі сабақтан шығатын қорытынды: миымыздың мүмкіндігі шексіз екен. Оны қолдану тек өз қолымызда, тек еңбектену арқылы. Жақсы ма? Керемет. Осы сабақтан сендерден видео инсайттар күтем. Чаттарда белсенді болыңдар. Тамыз айының соңында беретін ұтыстарымызға тек белсенді балаларды ғана қатыстырамыз. Сондықтан да тек белсенділік, сондықтан да тек табандылық деп айтатын едім. Келесі сабақта кездескенше.